Сәлем достар, сіздермен бірге мен Аттиток. Достар, бүгін бізде жануарлар үйі екінші бөлім болады. Сіздерге осы серия ұнап жатыр деп ойлаймын. Ұнаса, менің еңбегімді бағалап, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ал біз видеомызды бастаймыз. Сәлеметсің бе балам? Мен бүгін жануарымды алып келуге, итімді алып келуге келдім. Тоқтаңыз. Бізде орын әлі босаған жоқ. Бізде ана итті алып кететін ағалы келмеді. Қалайша? Кеше ғана ертең кел дедің ғой? Я, білемін. Енді 3-4 сағаттан кейін келсеңіз болады. 1-2 сағаттан кейін алып кетеді. Немене? Сендер менімен ойнап тұрсыңдар ма? Немен? Күнде ара бері тасып. Кешіріңіз. Енді солай болып қалды ғой. Оған біз кінәлі емеспіз да? Жарайды. Жұмыстарың қиын ғой, түсінемін. Шын ба? Я, мен ертең келе аламын. Жақсы, рахмет. Сізден түсінеткенсіз. Сау болыңыз. Жақсы болды ау. Кім екен мынау? Ой, сәлеметсіз, кімсіз? Кімді іздедіңіз? Сәлеметсіз бе? Мен жаңадан жұмыскерін. Я, есіме түсті. Сәлеметсіз бе? Негіз маған сіздердің керек жоқ. Жарайды, жүр, мен саған онда формаңды беремін. Жарайды, ол қай жақта екен? Яғни, жүр енді, мен сені алып барайын. Жүр кеттік. Міне, бұл бөлмеде форма тұрады. Ана бөлме әдемі екен. Я, бұл бөлме бәріне ұнайды. Яғни демалатын бөлмеміз ғой. Міне сенің формаң осыны киіп жұмыс істейсің. Әдемі екен ғой формаларың. Я, саған да жарасып тұр. Жүр. Мыналарды тамақтандыру керек. Ты неге жемексің? Міне, бұл сұлу, аты сұлу. Сәлем. Диана, сен бір минутқа бола ма? Яғни, кім бұл? Жүрші, сені оңаша барайықшы. Жарайды, сезім сен осында күте тұр. Мына қыз кім? Енді не болды соншама? Жаңадан келген қыз ғой? Жоқ, сен менімен жан құрып ойедың ғой? Той енді қызғанып жатсы ба? Не болды соншама? Жоқ, енді қызғанғанда сен енді менімен құрбы болмайсың ба? Бір түрлі қуама, соғында қызғанам екен. Жарайды, мен айтпақшы сезімге барайын. Сезім, саған бірден айтайын деп едім. Екеуміз жан құрбы болса қалай қарайсың? Жоқ, мен қарсы емеспін. Екеуміз жақсы араласа алатын сияқтымыз. Я, мен де солай ойлаймын. Айтпақшы, маған қалай жұмыс істеу керек екенін көрсетші. Қай жақта жұмыс істеймін? Жарайды, әрине көрсетемін. Бірақ сосын жақсылап шай ішіп алсақ. Жарайды, әрине. Саған да мына форма өте жарасады екен. Рахмет. Ендеше жүр кеттік, мен саған жұмыс істейтін жеріңді көрсетемін. Жарайды. Жүрсейші енді, кет барайықта. Я. Жүр. Қызық ойнап жатыр қой. Айтпа, иттердің ойыншығы мен нешеу. Ой, бай, қатылақ тұрасың ғой. Я, енді баскетбол, волейбол дегенді жақсы көрем. Мен де жақсы көрем. Ортақ нәрселеріміз көп екен. Я, қайтадан ойнайық кел. Мына ойынды Диана екеуміз ойнаушы едік қой. Бұл екеуміздің сүйікті ойынымыз болатын.
Демек ол анау Сезім деген қызбен жан құрбы болып алған. Қандай жал, менің одан басқа адамым жоқ қой, жақын адамым. Айжан әпке, қашан үйге қайтамыз? Енді күте тұршы, мен мына жақтарды тазалап алайын, сосын жұмыс бітсін. Айтпақшы, сен менің інім екенімді ешкімге айтпа, және білдіртпе. Бірақ тәтте неге? Енді сол білесің бе, сондай туыстарды жұмысқа қабылдамайды. Айжан әпке, тағы бірдеңе сұрай салайын деп едім. Жарайды. Сұрашы. Біздің ата-анамыз қайда? Енді қайда олар? Сіз маған алдында ғана 2-3 айдан кейін келеді деп айтып едіңіз. 2-3 ай өтті, бірақ олар әлі келмеді ғой. Не істейміз енді? Сағынған сияқтысың оларды. Әрине сағындым. Енді түсінші, Дамир, олар енді жарайды, ештеңе қоя сал. Бұл туралы үйге барғанда сөйлесеміз. Бірақ неге қазір айта салсаңшы, жұмыста ондай нәрселер айтуға болмайды. Бар енді жұмысыңды жасасаңшы, қазір ұрсады ғой көріп қалса. Бір неге жауап бермейді екен? Қашан келеді мені ата-анам мен әкем? Ал Айжан әпкеге бәрібір. Сонда ол ата-анамыз сағынбаған ба? Мына итік кетіп қалған несі? Жарайды, кете берсінші. Мүмкін далаға ойнауға шыққан шығар. Міне сіздің итіңіздің паспорты. Жарайды, паспортты қойшы. Итімнің өзі қайда? Неге оны істемейсіңдер? Мен білмеймін. Сен неге маған солай дөрекі сөйлеп тұрсың? Мен сені жұмыстан да шығара аламын, есіңде болсын. Кешіріңізші, аузымнан шығып кетіпті, байқамай қалдым. Жарайды. Мен 1-2-3 сағаттан кейін келемін, итім тауып тұрсын. Қарап, ыстық кофе деген күшті, сен неге шай ішеміз деп едің ғой, неге кофе? Жарайды, мен просто кофе жақсы көремін. Күшті ғой? Кофе деген маған да ұнайды. Бірде жақсы көретін заттарымыз көп екен екеуміздің. Жақсы тіл табысып кететін сияқтымыз. Мен сенің бір әдетіңді байқадым. Сен бір сөзді қайталай бересің екенсің. Жарайды, енді сондай шынымен де әдетім бар. Айтпақшы, отырғанымызды біреу көріп қоймасын. Сондықтан да кішкене тезірек ішіп алайық. Жарайды. Жүрсеңші, жұмыс басталайын деп айтқан шығар мүмкін. Мыналар деген кофе ішіп отыр ма? Диана екеуміз ғана кофе ішіп отырушы едік қой мына жақта. Бұл не болды оған? Мен Диананы сағынып жүрмін. Бұрынғы Диана қайтып келсе екен. Айтпақшы, жұмыс уақыты аяқталды. Сіздер үйлеріңізге қайта берсеңіздер болады. Айтпақшы, итті әлі таппадыңдар, Жоқ, әлі таппадық. Жал бірақ. Бәріне Ануар кінәлі ғой. Не дұрыстап қарамайды оған. Иттерге. Осылар түсінбеймін. Бір үйде тұра ма, күнде үйге бірге қайтады ғой. Келдік жерге. Мәссің ғой. Бүгін жұмыста зарплата алып, жинап жүрген ақшамызға қосып қойғаным ғой. Және қарасам, аз ғана қалыпты. Күшті екен. Аз ғана қалды, 100 мың теңге жинасақ, тағы да үйді ала аламыз. Жарайды. Енді Дамир, сен мынаның ішіндегі заттарды жинай бер. Мен барып тамақ жасай берейін, барлығының қарындарың ашып қалған секілді. Жарайды. Айжан әпке, сізден бірдеңе сұрайын деп едім. Сосын сұрайсың, қазір ана екеуін сүйреп алып келе аласың ба? Алып келе аламын. Жезде
мынау коляскаңызға отырып алыңыз, қазір тамақ ішеміз дегендей, соған сізді алып бару керек болып тұр. Жарайды. Қазір жақындатып қойып берейін. Ыңғайланып отырып алыңыз. Жақсы. Бірінші кімді апарайын? Қызымды апара сал, сосын мені. Жарайды. Ой, жақсылап шай ішіп алмасақ, енді барлығына шай құйып берейін. Ыстық шай, дәмді. Бүгінгі тамақта өте дәмді, сондықтан ішіп алыңдар.